Қазіргі таңда интернет желісінде құрамында йод бар БАДтар, препараттар, витаминдер көптеп жарнамаланып жатыр. Бірақ йодты артық қабылдау ол қауіпті. Оның нәтижесінде йод индуцирленген аурулар немесе созылмалы йодпен улану, иодизм дамиды. Йод деген қалқанша безім ауырады екен деп оңды-солды іше беретін препарат емес. Оның өзінің ішуге болатын нақты көрсетілімдері және ішуге болмайтын қарсы көрсетілімдері бар. Бұрынғы заманмен салыстырғанда қазіргі таңда йододефицитті жағдайлар біршама азайған. Оның себебі йод дефицитті жағдайлардың алдын алу үшін йодталған тұзды пайдалану арқылы жаппай халыққа профилактика жүргізіліп жатыр. Яғни тамаққа қосатын йодталған ас тұзы йодқа деген организмнің қажеттілігін толығымен қамтамасыз етеді. Ересек адамның йодқа деген тәуліктік қажеттілігі 150-250 микрограмм. 1 грамм тұзда шамамен 40 миллиграмм йод бар. Егер адам тәулігіне 6-8 грамм, бұл дегеніңіз толық бір шай қасық тұз пайдаланса, онда организмге йодтың адекватты мөлшері түсіп тұр деген сөз, яғни күнделікті қажетті мөлшерін өтеп тұр. Йодты қабылдауға болмайтын жағдайлар: гипертиреоз, мысалы диффузды токсикалық зоб ауруы кезінде, аутоиммунды тиреоидит, гипотиреоз, қалқанша безінің токсикалық аденомасы, қатерлі ісігі, түйінді, көптүйінді зоб, автономды түйін болса қабылдауға болмайды. Және йодқа жоғары сезімталдылық, аллергия, герпетиформды диурин қарттық дерматиті. 40-тан асқан адамдарға таблеткалы йодты қабылдап қажеті жоқ. Оның орнына йодталған тұз 5 граммнан аспау қажет. Және осы йодталған тұзға бай тағамдар, теңіз капустасы, теңіз өнімдері, балықтарды қабылдаған дұрыс. Ал йодтың профилактикалық дозасын кімдерге міндетті түрде ішу керек? Бірінші, ол жүкті әйелдерге міндетті түрде. Себебі жүктілік кезінде әйел организмінде йодқа деген сұраныс артады. Йод ұрықтың нерв жүйесінің дұрыс, толыққанды қалыптасуына қажет. Егер ұрыққа йод жетіспейтін болса, балада өсе келе ақыл-ойы, интеллекті дамымайды, қатарластарынан артқа қалады. Ұрықтағы йододефициттің ең жағымсыз көрінісі кретинизм ауруы. Жүктілік бойы йод препараттарын иодомарин немесе йод баланс 200 микрограмм тәулігіне 1 рет қабылдау керек. Егер йод басқа қабылдап жүрген комплексінің ішінде осы мөлшерде болса, қосымша қабылдап қажет емес. Одан кейін лактация кезеңі, яғни бала емізу кезеңі. Бұл кезең аяқталғанға дейін тәулігіне 1 рет 200 микрограмм йод қабылдау керек. Одан кейін 3-4 жасқа дейінгі балаларға 50-100 микрограмм тәулігіне йод қажет. Жасөспірім бозбалалық шақта 12-18 жас аралығында организмнің перестройкасы, яғни жыныстық жетілуі көп мөлшерде йодты қажет етеді. Ол кезде де тәулігіне 200 микрограмм йод қабылдап тұру керек. Ал егер сізде йододефицитті қалқанша без патологиясы анықталса, онда бұл жерде йод препараттарының профилактикалық дозасы жеткіліксіз болады. Ол кезде бұдан да көп мөлшердегі дозадағы емдік дозалар тағайындалады. Ағзаға йод жетіспесе, қандай аурулар пайда болады? Бірінші, жаңа туылған нәрестеде қалқанша безінің түрлі аномалиялары болады. Қалқанша безінің аплазиясы, гипоплазиясы, эктопиясы. Эктопия дегеніміз қалқанша безінің басқа жерде орналасуы. Одан кейін балада кретинизм ауруы дамиды. Ол ақыл-ой, ойлау, есте сақтау, даму қабілеті нашар болады. Келесі бұл диффузды эутероидты зоб. Бұл жерде қалқанша без қызметі бұзылмаған, яғни гормондар қалыпты, бірақ без диффузды жалпы ұлғайған болады. Сонымен қатар йододефицитті гипотиреоз деген бар. Бұл бірақ өте сирек кездеседі, бірақ өте ауыр, осы йодтың жетіспеген жағдайында дамиды. Сонымен қатар қалқанша безінің функционалды автономиясы, түйінді, көптүйінді, токсикалық зоб. Бұл жерде түйін гипофизге бағынбайды, өзі жеке автономды, яғни бөлек тироидті гормондарды көптеп бөле бастайды. Бұның барлығы да осы йод жетіспесе дамиды.
Бұл патологиялардың ішіндегі, яғни аурулардың ішіндегі ең жиі кездесетіні, 90% жағдайда кездесетіні ол диффузды эутероидты зоб. Оның емінде йод препараттары қолданылады. Йодамарин, йод-баланс, эндокринолог немесе терапевт дәрігері тағайындайды. Емдеу ұзақтығы ересек адамдарда 6-12 ай бойы жалғасады. Ал балаларда туылғаннан 18 жасқа дейінгі 100-200 микрограмм, ал 40 жасқа дейінгі ересектерге 300-500 микрограмм тәулігіне, яғни 3-5 таблетка қабылдайды. Ал енді керісінше, йодты өз бетімізше сатып алып, бей-берекет көп мөлшерде қабылдаудан йод индуцирленген аурулар дамиды. Сол себепті сұйық йодты суға тамызып ішуге, стандартты йодтың мөлшері жазылмаған баттарды қабылдауға және көп мөлшерде йодная сеткаларды жасауға болмайды. Бұл енді йодтың көп мөлшерде организмге түскеннен болатын ауруларға йод индуцирленген гипотиреоз, йод индуцирленген тиреотоксикоз, йодпен улану, яғни иодизм. Ол иодизмнің белгілері құсумен, жүрек айну, шырышты қабықтардың қоңыр түске боялуы, іштің ауруы, диарея, қара түсті үлкен дәреттің болуы, бас ауруы жатады.